Сәлем достар, бүгін сіздермен Сейген тақталарын жасайтын боламыз. Бұл тақтайшаларды әйгілі француз дәрігер-педагогы Эдуард Сейген ойлап тапқан. Сейген тақтайшалары үшін бізге картон қағаз, түрлі түсті қарандаш және желім қажет. Алдымен картон қағазымызға жеміс-жидектің суретін салып аламыз. Сурет салып болған соң, канцелярлық пышақтың көмегімен жеміс-жидектерді кесіп аламыз. Кесіп болған соң, картон қағаздарды желімнің көмегімен жабыстырамыз. Қарапайым құралдардың көмегімен осылай үй жағдайында ойыншықтар жасап берсеңіз болады. Видео ұнап жатса лүпіл басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.